Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1-ші сыныптың 31-ші сабағы. Литр тақырыбы. 1-ші тапсырма. Сұйық заттардың мөлшерін қалай салыстыруға болады? Балалар, сұйық заттардың мөлшерін оның тұрған ыдысының сыйымдылығына байланысты салыстыруға болады. Немесе 1 литрлік ыдыспен де салыстыруға болады. 2-ші тапсырма. Қай ыдыста су көп екенін анықтауға бола ма? Қалай тексеруге болады? Балалар, төмендегі суретке назар аударыңдар. Суретте 6 шелектің суреті бейнеленген екен. 6 шелектің бірі үлкен, екіншісі орташа және үшіншісі кішірек шелек. Бұл 6 шелектің бірі толып тұрса, екіншісі жартылай ғана толып тұр. Қай ыдыста, яғни қай шелекте су көп екенін анықтау үшін сыйымдылықтың өлшем бірлігімен өлшеуіміз қажет. Сыйымдылық бұл шама. Ал литр сыйымдылықтың өлшем бірлігі болады. Мінекей балалар, осы ережені жаттап, естеріңізге сақтап алыңдар. Математика күнделікті өмірде. 3-ші тапсырма. Сыйымдылықты салыстыр. Балалар, төменде бізде сурет берілген екен. 1 литрлік бутылка, ыдыс, сосын кейін 6 литрлік ыдыс және 9 литрлік аквариумның суреті тұр екен. Енді балалар, осы берілген суреттегі ыдыстардың сыйымдылықтарын салыстырайық. 1 литр кем 6 литрден, 1 литр кем 9 литрден және 9 литр артық 6 литрден. Келесі суретте бізде 7 литрлік аквариум, 2 литрлік шәйнек және 5 литрлік кастрюльдің суреті берілген екен. Енді осы ыдыстардың сыйымдылықтарын салыстырамыз. 7 литр артық 2 литрден, 7 литр артық 5 литрден және 5 литр артық 2 литрден. Келесі 4-ші тапсырма балалар. 1-ші бағанға қосындыларды, 2-ші бағанға айырмаларды жаз. Олардың мәндерін тап. 1-ші бағандағы қосындыларға назар аударыңдар. 2 литр мен 6 литрдің қосындысы 8 литр болады. 6 литр мен 4 литрдің қосындысы 10 литрге тең. 5 литрге 2 литрді қосқан кезде 7 литр болады. 3 литр мен 6 литрдің қосындысы 9 литр болады. Келесі 2-ші бағанда бізде айырмалар жазылған екен. 9 литрден 5 литр азайтқан кезде 4 литр болады. 6 литрден 6 литр азайтқан кезде 0 литр болады. 8 литр мен 3 литрдің айырмасы 5 литрге тең. 10 литр мен 5 литрдің айырмасы 5 литрге тең. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағыма лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар.